қойдың етін жеген, қойдың сорпасын ішкен. Жылқыны жесең жарты сағаттан кейін жоқ болып кетеді. Қойдың жүнінде неге дейсің ғой? Қойдың жүнінде йод бар. Йод деген сенің кез келген микробын өлтіріп тастайды. Сол үшін бізде бұрын кезде зоб деген ауру болған. Себебі қойдың жүнінен жемпір тоқып киген, қойдың жүнінен қолғап тігіп киген, қойдың жүнінен шұлық тігіп киген, қойдың жүнінен мәсі киген. Сол үшін зоб деген ауру болмаған. Қойдың етін жеген, қойдың сорпасын ішкен. Қойдың еті қорғасын қорытылуы ауыр ғой дейді. Жоқ, ол 5 минуттан кейін, жарты сағаттан кейін қорытылып кетеді. Тек бойыңда күші тұрады, қорғасындай болып. Қуаты тұрады, бір тәулікке дейін кетпейді. Қойдың етін жеген адам бір тәулікке дейін қарны ашпайды, тоқ жүреді, денең қызып жүреді. Жылқыны жесең жарты сағаттан кейін жоқ болып кетеді. Сиырдікі наоборот, сен керісінше ол сені одан сайын тоңдырады. Өйткені салқын энергия береді ол.